Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек деп айтқан Абай атамыздың сөздерін мәңгі жүрегімде ұстап келемін. Мен Бабахан Рахматулла Бадырханұлы, Талдықорған сервис және технология колледжінің информатика пәнінің оқытушысы және де болашақ ұрпақтың сәулетшісімін. Адам өмірін қоғамсыз елестету өте қиын. Қазіргі дамыған өркениетті заманда кез келген тұлға өзінің қоршаған ортаның тәртіптері мен талаптарына бағына отырып жетістіктерге жете алады. Информатика пәнін оқу білім алушылардың заманауи ақпараттық технологияларды игеруіне ықпал етеді. Студенттер информатика сабағында алған білімдерін қолдана отырып, хабарламалар, презентациялар, жобалар, бейне сабақтар дайындап, тек информатика пәні ғана емес, сонымен қатар басқа пәндер бойынша білім дәрежесін арттырады және өмір сүрулеріне ыңғайлы түрлі дағдыларды қалыптастырады. Үштік жүйе: ата-ана, колледж, студент. Ата-аналармен жұмыс педагогтың бала тәрбиесінің негізгі қызметтерінің бірі. Отбасы тұлғаның қалыптасуында ең маңызды құндылық. Денсаулық адамның ең басты және баға жетпес байлығы. Шынықсаң шымыр боларсың демекші, салауатты өмір салтын ұстану мақсатында спорт әр тұлғаның қалыптасуында үлкен рөл атқарады деген сенімдемін. Қайырымдылық жасасаң қайырын көресің. Қарт кісілерге сүйіспеншілік таныту рухани құндылықтың жоғары дәрежесі деп білемін. Қазіргі өскелең ұрпаққа үлгі ретінде қарттарға қамқорлық жасаудың маңыздылығын түсіндіру, ата-анасына қартайған шағында көмек көрсету үлкендер алдындағы адамгершілік міндеттерінің бірі. Рахматуллаға көп рахмет. Жігіттерін өте жақсы, міне ылғи деп көмектесіп тұрады. Өте ризамын. Бизнеспен айналысу, айналамызға жақсылық жасау халқымыздың дәстүрі. Бөбектер үйіне тұрақты қолдау көрсетіп, волонтерлікті кеңінен дәріптеп, береке бірлігімізді арттыратын шараларға бір ел, тұтас бір ұлт болып атсалысудамын. Сәлеметсіздер ме? Аты жөнім Шолпан Жұман Сейітовна. Балалар үйі, бөбектер үйінің психологы болып жұмыс жасаймын. Бізге сервис және технология колледжінің мамандары келіп, студенттері келіп, бізге әр мейрам сайын балаларға көңіл күйден көтеріледі және бізге қол қанат болып жасайды. Балаларға арналған тапсырма, ерекше тапсырма келіп жатыр. Сол үшін рахмет сіздерге. Ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Осы ұлы жолда шәкірттер тәрбиелеп, саналы ұрпақ қалыптастыруға, мұхитқа тамшы құйғандай да болса пайдам тисе, мен үшін үлкен абырой болмақ. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы деп бекер айтылмаған. Заманның талабына сай, талапты жастарға қолдау көрсету мен шабыттандыру ұлы жолдағы менің негізгі мақсатым.